Саламатсыздар ма достар. Рудный қаласында екі көшені, біреуін қазақша Достық көшесі деп, екінші көшені Аманчик Маметова көшесі деп ауыстырды. Оған депутаттар дауыс берді. Сонда депутаттардың ішіндегі біреу ма екеу ма білмеймін, бірақ біреуі анық, ол ылғи қарсылық білдіріп отырды. Сол депутат кім екенін біз көргіміз келеді, аты жөнін білгіміз келеді. Және де екінші Екатерина атты бір ханым ортаға шығып, өзінің бар наразылығын білдіріп жатыр. Мен соны түсінбеймін да, Екатерина сияқты азаматтарға айтатыным. Сіздер осы Қазақстанда тұрып жатсыздар, Қазақстанда туылдыңыздар, өстіңіздер. Неге сіздер Қазақстанның өзінің ұлттық құндылығын болғанына қарсысыздар? Неге Совет үкіметінде Қазақстанның дамуына, жалпы біздің өзіміздің ұлтымызға кезінде балта шапқан, зиян жасаған, мысалға Октябрь революциясы дейді, және де басқа да Қызыл армия дейді, сондайларға неге жабысып тұрсыздар? Неге сіздер сол тарихты біле тұра, неге сол аттарды сатып қалуына күресіп жүрсіздер? Неге? Мен соны түсінбеймін. Сол арқылы сіздер өздеріңіздің бізге үстемдік ете алатындықтарыңызды айтып отқандай, шешеңіз осы Рудный қаласын салған екен айтуыңызша, сонда біз сіздің шешеңіздің атына ауыстыруымыз керек па сол көшені? Жоқ әлде сіздің атыңызға ауыстыруымыз керек па сол көшелерді? Неге дейді, басқа аттар жоқ па дейді. Сонда басқа Ивановка деген сияқты аттарға ауыстыруымыз керек па, жоқ әлде сіздерге ыңғайлы болу үшін? Біз бір мемлекетпіз, бір мемлекеттің азаматтарымыз. Біз тәуелсіз Қазақстан Республикасында тұрып жатқалы міне 30 жылдан астам уақыт өтіп жатыр. Неге сіздер Совет үкіметін армандаумен келе жатырсыздар әлі күнге дейін? Және де ол кісілердің мемлекеттік тілді білетіндігіне күмәнім бар. Бірақ сонда да ол кісілер керек болса аударып алар. Сондай азаматтар өте көп қой. Неліктен ішкі істер қызметкерлері осындай азаматтармен жұмыс істемейді? Ішкі саясат, өтініш, ішкі саясатқар, ұлттық қауіпсіздік комитеті осы Екатерина Курчиева азаматшамен жеке іс-шара қолданып, сол кісімен жұмыс жасауларыңызды сұраймыз. Себебі бұл кісілер осылай өзінің парақшаларында сөйлеу арқылы ұлтараздық тудыратын азаматтар. Олар біздің қазақ атауларына қарсылық білдіріп жатқанның мақсаты не? Біз соны түсінгіміз келеді. Неге олар біздің тәуелсіз ел болғанымызға қарсы ма? Неге онда олар біз жақта тұрып жатыр деген сұрақтар туады. Болатын болса, келесі дауыс беруге көшуді ұсынамын. Құрметті депутаттар, уважаемые депутаты, ұсынылған әрбір көше атауын қайта атау бойынша жеке дауыс беруге көшсек. Уважаемые депутаты, предлагаю голосовать по каждому предложенному наименованию улиц отдельно. Егер де қарсылықтарыңыз жоқ болса, дауыс берейік. Депутаттар ғана дауыс береді. 50 октября көшесі. Тыныш сақтаңыз, тыныштық, сабыр. 50 лет октября көшесін Достық көшесіне қайта атау туралы ұсыныс бойынша по предложению о переименовании улиц 50 лет октября в улиц Достық. Кто за? Против? Екінші сұрақ. Ивана Франко көшесін Әлия Молдағұлова көшесіне қайта атау туралы ұсыныс бойынша по предложению переименования улиц Ивана Франко в улицу Әлия Молдағұлова. Кто за? Құрметті депутаттармен шақырылғандар, қарау қорытындысы бойынша және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша өткізілген дауыс беруді ескере отырып, Рудный қалалық мәслихат сессиясының қарауында Рудный қаласының кейбір көшелерін қайта атау туралы ұсынысты Республиканың аномастиялық комиссияның қарауына енгізу туралы мәселе енгізілсін. По итогам рассмотрения, с учетом проведенного голосования по вопросам повестки дня внесения рассмотрения сессии Рудненского городского маслихата, вопрос о внесении на рассмотрение Республиканской аномастической комиссии предложения о переименовании некоторых улиц города Рудного.
Осыған байланысты көпшілік тыңдау жабық деп жарияланады. Барлық қатысушыларға белсенді жұмыстар үшін алғысымызды айтамыз. На этом публичное слушание объявляется закрытыми. Всем участникам спасибо за работу. Рахмет, құтты болсын. Екі көше өзгертілді. Керемет. Құтты болсын. Алға қазағым, бәрі жаңа құтты болсын. Керемет. Біз жеңдік. Керемет. Құтты болсын, баршаңызға құтты болсын. Белсенділер. Бастамашыл топ. Рахмет. Қайырлы кеш баршаңызға. Бүгін сіздерге қуанышыммен бөлісейін деп жатырмыз. Кеше көше атаулары бойынша тыңдалым болады деп салған едім. Бүгін сол тыңдалым өтті. Біз родный халқына, соның ішіне өзіміздің қазағымызға мың алғыс. Қаншама кісілер барды, қаншама. Біз олай барады деп күтпедік. Соншалықты адамдар сыймай далада тұрды ғой. Барлықтарыңызға басымды иіп тұрып алғыс айтамын. Рахмет. Сонымен қарсыластар жағы да болды. Өте намысымызға тиетін сөздер де болды. Бірақ 18 адам сөйлесе, соның 4-еуі қарсы шықты. 14-і енді өзіміздің қаракөз қазақтарымыз, олар енді қарсы болмайды ғой. Және 10 депутаттың 1-еуі қарсы болды, 9-ы қарсы емес. Сонымен бұл тыңдалымда біз ұтып шықтық. Оның алдында онлайн поштамен тоже не болған. Ол жерде де 40 адам қарсы емес, 18-і қарсы болған. Сонымен үлкен дауыспен біз жеңіп тұрмыз. Сол сіздерге сол қуанышымды айтайын деп сіздерге шығып отырмын. Өте рухымыз көтеріліп қалды, қуанып қалдық. Қандай бүгін түнімен ұйықтай алмай, уайымдап, не болады екен деп. Әрине қарсы жақтарда болды. Біздің тарихымыз, бұл көшені менің шешем салған деп тұрып әңгіме айтты адамдар. Сонда біздің тарихымыз қайда қалды? Соны білмеймін. Әкелерінің ақшасына салды ма? Әнекей, қазақ елі, родный халқы, жеңістеріміз құтты болсын. Енді бұл тек бастамасы, әрі қарай жұмыс жасай береміз. Қаланың атын ауыстырамыз. Сол күнге жете берейік аман есен. Аман саулықта кездесейік, сау болыңыздар.